Сәлем достар, мен бүгін әлі де сұранысқа ие торттарымыздың бірі вупипай тортын жасайтын боламын. Жасалу жолы өте оңай, кез келген адам жасай алады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасасаңыздар болады. Ең алдымен жұмсақ сары май, мендегі 72% сары май шоколадпен бірге ерітіп аламыз. Енді құрғақ әрі таза ыдысымызға жұмыртқа мен қантымызды салып, аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Міне осылай аппақ болып көпіргенше миксерлеп алдық. Енді үстіне алдын ала ерітіп дайындап алған шоколад пен сары майымызды құйып, әрі қарай миксерлеп шығамыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұн, разрыхлитель, какао үшеуін жақсылап араластырып, осы массамызға екі бөліп сала отырып араластырамыз. Міне біздің массамыз да дайын болды. Ал енді пергаментный бумагамызды дайындап аламыз. Міне мен 2-ден 4 пергаментный бумага дайындап алдым. Енді әр қайсысына 4-5 қасықтан салып, жан-жағына бірдей қылып жапып шығамыз. Яғни осылай дөңгелектеп жапып шығамыз, тегістеп. Және 180 градуста шамамен 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін творожный сырға қант немесе сахарная пудраны салып, жақсылап миксерлеп шығамыз. Енді сливкимізді құйып, баяу жылдамдықтан жоғарғы жылдамдықты қоса отырып, миксерлеп шығамыз. Міне бізде осындай қоп-қою крем шығу керек. Қожымызда міне осындай жұп-жұмсақ болып пісіп шықты. Енді кремді арнайы насадка салынған кондитерлік қапқа салып, қождарымызды жинап шығамыз. Подложкамызға кішкене ғана крем жағып, қождарымызды төмен қаратып жинаймыз. Және шариктерімізді, және кремді шарик тәріздес қылып жағып шығамыз. Және осы шаригіміз қождан қатты шығып кетпеу керек. Енді шоколадный глазурь дайындаймыз. Ол үшін Қазақстан шоколадына сливки құйып, микроволновкаға етіп шығамыз.
бір ескертетінім, ыдысымыз құрғақ болу керек. Егер сулы болса, шоколадымыз іріп кетеді. Енді дайын болған глазурды торттың үстіне құйып, дәл видеодағыдай жағып шығамыз. Міне біздің тортымыз да дайын болды. Өз қалауларыңызша әсемдеп шықсаңыздар болады. Алда әлі көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.